Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін мен сіздермен денсаулық зор байлық атты онлайн ақпараттық сабақта жолығып отырғаныма өте қуаныштымын. Денсаулық ол адамға берілген ең басты байлық болып табылады. Сіздер біздің кітапханадан денсаулыққа байланысты көптеген мәліметтер ала аласыздар. Ол кітаптарды былай атын атап айтқанда олар өте көп. Бүгін бірақ мен сіздердің назарларыңызға денсаулық энциклопедиясы атты кітапты ерекше атап өткім келеді. Сіздер бұл кітаптан көптеген мәліметтер ала аласыздар. Бұл кітап Алматы қаласында 2007 жылы Балалар әдебиеті атты баспасында басылып шыққан. Бұл кітапта адам денесінің құрылысы, немесе белгілі бір ауруға байланысты мәлімет алғыңыз келсе, болмаса денсаулықты қалай күту керек, денсаулықта күтімінде нені қажет етеді, балалар денсаулығындағы күтімі, жасқа байланысты күтім, көптеген мәліметтерді сіздер осы кітаптан ала аласыздар. Сонымен қатар, денсаулық аты айтып тұрғандай, ол бізге адамзатқа берілген аса бір байлықтың бірі болып табылады. Денсаулықта негізінде ұстанымға алатын басты үш қағиданы атап өткім келеді. Ол біріншіден тазалық, яғни гигиена, аты айтып тұрғандай. Екіншіден дұрыс тамақтану. Тамақтануға да өте аса көңіл бөлу керек. Кейбір тағамдар ол денсаулыққа зиянды болып келеді. Немесе кейбір тағамдардың құрамында қандай витаминдер бар, сол туралы мәліметтерді көбірек білу керек. Үшінші ұстанатын қағида ол салауатты өмір салты. Салауатты өмір салты дегеніміз аты айтып тұрғандай дене шынықтырумен шұғылдану. Құрметті оқырмандар, енді қазір мен сіздердің назарларыңызға бейнематериал ұсынғым келеді. Назарларыңызды соған зер салайық. Міне, құрметті оқырмандар, жаңа атап өткенде денсаулыққа байланысты көптеген жаңағы дұрыс витаминді тағамдарды, пайдалы тамақтарды көп жеу, керек кезінде жаңағы уколдарды алып отыру, сол сияқты белгілі бір қағидаларды қадағалап отырсаңыздар, дендеріңіз ешқашан ауырмайды деген тұжырымға келуге болады. Қазіргі заманда техниканың дамыған заман екені бәріңізге мәлім. Біз адамзат баласы ұялы телефонға, компьютерға өте тәуелді болып қалдық. Ол жаңағы тәуелділікпен отырумен қатар, ол жаңағы техникалардың адам денсаулығына да зиян жағы бар екенін ешқашан ұмытпау керек. Мысалы, алып қарастыратын болсақ, таңнан кешке дейін біз ұялы телефонда немесе компьютерда жұмыс істеген кезде, біріншіден біздің көзімізге зиян келеді. Сонымен мен сіздерге ұсынайын деп отырғаным, құрметті оқырмандар, қазір мен осы көзге арналған бірнеше жаттығу ұсынғым келеді. Құрметті оқырмандар, менің сіздерге ұсынысым, менімен бірге сол жаттығуды қайталасаңыздар деген айтқым келеді. Бірінші көрсететін жаттығуым көзді қолмен ашып жабу. Яғни бұл жаттығу біріншіден көзді шаршауын басады. Сонымен менімен бірге қайталаңыздар. Оң жақ алақанымызбен оң жақ көзімізді жабамыз. 1, 2, 3 ақырын ашамыз. Енді сол жақ қолымызбен басамыз. 1, 2, 3. Тағы бір қайталайық. 1, 2, 3. Тағы да бір қайталайық. 1, 2, 3. Өте тамаша. Енді келесі екінші ұсынатын жаттығуым ол бағдаршам деп аталады. Бағдаршам деп аталуының себебі, құрметті оқырмандар, көзімізді кезек-кезек ашып жабамыз. Яғни, оң жақ көзімізді ашсақ, сол жақ көзіміз жабылады, сол жақ көзімізді ашсақ, оң жақ көзіміз ашылуы керек. Ал кеттік, қайталаймыз, бірге жасап көрейік. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Өте жақсы. Ал келесі ұсынылатын жаттығуым ол көздің айналасына нүктелі шеңбер сызу. Яғни, ол нүктелі шеңберді, құрметті оқырмандар, көздің ішінен бастап сыза бастаймыз. Ол шеңберіміз нүктелі болып келуі керек. Яғни, көздің жаңағы нерв жүйелері болады ғой біздің айналамызда, көздің айналасында. Сол жерге әсер беру үшін бірге қайталайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тағы да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Соңғы рет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Өте жақсы, құрметті оқырмандар. Мен сіздерге бүгінгі онлайн ақпараттық сабағында денсаулыққа байланысты азды көпті материалдар, мәліметтер бердім деп ойлаймын. Жалпы менің айтқым келгені, құрметті оқырмандар, денсаулықтарыңыздың мықты, сау болуы өз қолдарыңызда екенін ешқашан ұмытпаңыздар. Келесі онлайн сабағымызда кездескенше аман, сау болыңыздар.